Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мәриям. Бүгін біз сіздермен банан қосылған панкейк жасаймыз. Ол үшін біз бір жұмыртқаның үстіне бір қасық сода, қант, бананды үшке бөліп саламыз. Және де оның үстіне сүт, одан кейін сары май қосамыз. Осыны біз енді блендермен толық араластырамыз. Достар, мен блендермен жақсылап тұрып араластырып алдым. Енді мен онды илектен өткіземін. Мінекей біз барлығын араластырып алдық. Енді біз бұны пісіреміз. Міне достар, біз қызып тұрған табада панкейктерімізді пісіреміз. Табаны асты майлаудың керегі жоқ, себебі біздің массамызда май бар. Және де оның оты орташа отта болуы керек. Достар, біздің панкейкіміздің үстіне бетіне осындай нүктелер шыққан кезде панкейкімізді аударамыз. Осылайша бәрін істеп шығамыз. Міне достар, біздің панкейкіміз пісті. Қараңыздар, қандай әдемі. Ортасы қандай мамық. Қараңыздар. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Және де астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.